Тараз қаласының 33 мектеп гимназиясының неше түркәнің мұғалімі Мұстафаев Нұрбекті Тұрсынбайұлы, педагог модератор. Мен әдістемелік құрал тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары. Бағдарлама бағыты қазақтың дәстүрлі ойындарын жаңғырту, тәрбие бағыты ұлттық ойын түрлерін меңгерту арқылы эстетикалық талғам, отансүйгіштік сезімін тәрбие қасиеттерін ұлттық ойынды қайта жаңғыртып, оқушылардың халықтық ойынды қызығушылығын арттыру. Міндеті мектеп жағдайында дене шынықтыру сабағында алған машықтарын тереңдетіп, қосымша білім арқылы қабілеттерін дамытып, дарындылығын жетілдіру. Ұлттық ойындар арқылы шапшаңдыққа, дәлдікке, жинақылыққа, сергектікке баулу, ұлттық танымды кеңейту. Ұмыт болып бастаған ата-бабалар мұрасынан келе жатқан ұлттық ойындарды қайта тірілту. Бағдарламаның өзектілігі оқушылардың елжандылық сезімін қалыптастыру, туған жеріне шексіз сүйіспеншілікпен қарайтын, білімді әрі денесі дайындығы жоғары жеке тұлғаны тәрбиелеу. Бағдарламаның жаңашылдығы халықтық дәстүрлі ойындарды қайта түрлендіре отырып, олардың қазіргі заманғы технологиясымен үйлестіре жас ұрпаққа сіңіру, ұлттық отаншылдық және жаңашылдық бағыттарды қалыптастыру, бағдар беру. Ерекшелігі тарихи мәдени мұра ретінде ұрпақтан ұрпаққа беріп келе жатқан ойын арқылы баланың дене, ақыл-ой, рухани және эстетикалық тәрбиелігін қалыптастыру. Көпшілігі табиғи ортада қарапайым құралдармен ойналады. Мысалы, асық, арқан, таяқ, тағы басқа заттармен де болады. Ұлттық дәстүр мен салт сананы насихаттайды, арттырады. Қозғалыс белсенділіктерін жоғарылатып, ептілік, шапшаңдық, дәлдік бағыттарын дамиды. Ұлттық ойындар арқылы отансүйгіштік, ұлттық пен рух пен мәдени және сана қалыптасады. Логикалық ойлау ойындарына тоғызқұмалақ, сақина салу, жұмбақ шешу секілді ойындар жатады. Әлеуметтік және коммуникативтік қабілеттерді, топтық ойындарды, оқушы достарымен бірлескен жұмысты істеуді, әділ болуды, тәртіп сақтауды үйренеді. Ұлттық сана сезім мен қазақтың салт дәстүріне деген қызығушылықтар оянады. Өз ұлтының мәдениетіне құрмет қалыптасады. Ұлттық ойындар арқылы оқушыға қандай нәтиже жетеді? Қозғалыс белсенділігі артады. Қазіргі замандағы балалар көбінесе гаджетке тәуелді болған. Асық ату дәлдік пен ептілікті дамытады. Сақина салу байқағыштық назарды дамытады. Ұйымшылдық пен бірлікке тәрбиеленеді. Топтық ойындар оқушылардың бірігіп әрекет етуіне мүмкіндік береді. Әр ойыншы топтың бір бөлшегі екенін сезінеді. Мысалы, топпен ойналатын ойындарын алатын болсақ, аударыспақ, арқан тартыс сол командалық ойындарға жатады. Командалық ойын бопты және жеке бопты бөлінеді ұлттық ойындар. Суреттегі ойындар асық ату, арқан тартыс. Тоғызқұмалақ ойыны стратегиялық ойлауды дамытады. Жұмбақ шешу деп те аталатын ойындар бар. Логикалыққа байланысты табуға үйретеді. Ұлттық құндылықтарды құрметпен таныш сезімі артады. Ұлттық ойындар балалар үшін тек ойынға ғана емес, тұлға ретінде даму үлкен баспалдақ болып келеді. Атадан балаға жеткен рухани мұра, ұлттық тұрмыс тіршілік дүниетаным айқындайтын ерекше байлық. Бұл ойындар тек ермек емес, сонымен қатар балалардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.